Assalamualaikum, ардакты алаш жұрты, құрметті ұлы көшкен мүдделі қауым және Қазақ Арманы партиясының қолдаушылары. Сіздермен біраз болды эфирде тілдеспегелі. Түрлі жұмыстарға байланысты болып жатыр. Бүгін қыстың бірінші күні құтты болсын. Бүгін бірінші күн менің соңғы күнім болатын партияға өтініш жазғам. Жұмыстан шығу туралы, Аманат партиясынан және партияның мүшелігінен шығу туралы. Бастығымның қол тимей жатқан болу керек, қол қоймады әлі. Құдай берсе ертеңдер қоятын шығар. Енді осы аптаны бітіріп, Құдай берсе келесі аптадан бастап өзіміздің төл партиямызбен, Қазақ Арманы партиясымен айланысатын боламыз. Алла тағала бұл күнге де жеткізді. Құдайға тауба. Сіздермен айтыстап, сіздерге жеткізе қоятын үлкен жаңалығым жоқ. Осы өздеріңіз көріп жатқан үлкен жаңалықтар. Бүгін екі түрлі мәселені айта кеткенді жөн көріп отырмын. Біріншісі, біз көптен күткен көші-қон саясатының жаңа тұжырымдамасы, яғни 23 жылдан 27 жылға арналған жаңа тұжырымдама үкімет жағынан бекітілді. Үлкен шу тудырған бағдарлама, бәріміздің ұйқымызды төрт бөлген бағдарлама, былайша айтқанда сталиндік репрессияға алып баруға таяп жасалған бағдарлама қайтадан өзгертіліп, жаңа нұсқасы бекітіліпті парламентте, мәжілісте. Енді бағдарлама әлі жүктелген жоқ, сайттарға қолымызға тиген жоқ. Бірақ там-тұмдаған ақпараттарды, сол сіздер көріп жатқан ақпараттарды, сіздер оқып жатқан ақпараттарды шолып шықтық. Сосын бүгін мынау Ашық алаң деген телебағдарламадан көп үміт күтіп, соған 4 адам шақырылып, осы мәселені алып шыққан екен. Бастан ақыр көріп, қарнымыз ашты. Анау Ерғанат деген жігіт қой деймін, Ерғанат деген жігіт жүргізді. Өте мықты журналист болатын. Бірақ шаршаған бекен, әлде бұл мәселені білмейтін болғаннан кейін бекен. Онша дұрыстап жүргізе алмады, шын айтқанда менің қарным ашты, сіздерге қалай екенін білмеймін. Сосын қатынасқан адамдар да енді дұрыс еңбек министрлігінің өкілі келіп қатысты, зуылдап тұр, Құдай самасын, одан салсаң бұдан шығады. Еңіске салсаң өрден, өрдіге салсаң еңістен, Құдай самасын, зу етеді. Анау бір демографияны зерттейтін қыз екен, жан санын зерттейтін. Бәрі әйтеу үстіртін әңгіме айтты. Анау отандастар қорынан қатысқан жігіт біраз жақсы нәрселерді айтты, бірақ бұл мәселе мынада болып тұр. Бұл бағдарлама бүгінгі көші-қонның жаңа бағдарламасын талқылау ма, жоқ әлде бізге ақпарат беру ма? Мәселе сол болып тұр да, бұл тақырып айқын емес. Егер талқылау болатын болса, талқылаудың көк түйінді керегі жоқ еді. Неге десеңіз, бағдарлама бекімей тұрып талқылау керек еді оны. Талай ұсыныстар жасадық. Сол бір мардымды телеарнаның бетінде бір талқылау, талас тартыс болған жоқ. Кабинеттің ішінде отырып жасалды. Сондықтан ол бекітіліп кеткен бағдарламаны талқыладың не, талқыламадың не, болды. 5 жылдық бағдарлама осымен кетті. Маған бізге ақпараттар керек еді. Сол еңбек министрлігінің ішіндегі көші-қон комитетінің орынбасары Азамат сөйледі. Әйтеу бір білгенім, қандастарға 4 миллион теңге көлемінде үкімет ақша ұсынады екен, қайтарымсыз. Үйге жетсе, үй сатып алыңыз, жоқ, өзім ақша қосып үй салып алам десеңіз, оған да мақұл. Сосын жоқ, банкке салып, алғашқы жарнасы ретінде, арғарай өсіммен кредит алып, үй сатып алам десеңіз, оған да жұмсауға болады екен. Бір ерекшелік осы екен енді. Жарайды, құтты болсын дейміз. Енді Құдай бұйырса көреміз 5 жылдық бағдарламаның сол үкімет айқындаған өңірлерді қазаққа толтырғанына тілектеспіз. Бірақ мен ашық айтайын, бұл бағдарламамен түлкі алмаймыз, соны білемін. Өйткені ол кабинетте отырып жасалды. Шеттегі мамандар шақырады екен, карта дейді. Былай қарағанда бір соншалықты маңызды нәрсе емес. Жарайды, бұл саясат.
менің басты дәріптейтінім, менің қорғаштап жүргенім құқық мәселесі. Шеттегі қандастардың құқығы шектелмеу керек. Келем дегенге кедергі жасалмау керек. Келгеннен кейін азаматтық алуына кедергі жасалмау керек. Тездетіп құжаттануына, сосын өзінің барып қоныстанам деген орнын талдауға кедергі жасалмау керек. Мен осы бір-екі күннің алдында Дастан Айтқұлов деген сол еңбек министрлігіндегі жігітпен сөйлестім, сөйлдің қызметкері, былайша айтқанда заңды тұлға. Сұрадым, Құдайға шүкір, азаматтық алу тәртібіне ешқандай өзгеріс енгізілмепті. Өткендегі 5 жылдық дегені өзгертілді, сол советі одан ары жоғалған. Қазір 3 айдың ішінде азаматтық ала аласыздар. Қазіргі тәртіп бойынша. Ықтияр хатқа азаматтыққа да бір құжат өткізіп, 3 айдың ішінде Қазақстан Республикасының азаматтығына қол жеткізе аласыздар. Тұратын жерлеріңізді өзіңіз талдайсыздар. Осы норма өзгерген жоқ. Мен соған қуандым. Құдайға шүкір, сондай келе жатқан үлкен апаттың бетін қайтардық. Немесе 2013 жылғы 4 жылсыз азаматтық берілмейтін қатаң заң айны қатесіз қайталанып еді. Биыл да солай болып. Соның бетін тағы қайтардық. Мен соған сол қуанышты сіздермен бөліскім келеді. Бұл бірінші айтатын нәрсем. Екінші, енді отандастар деген қор бар. Білесіздер, ол қор мемлекеттен қаржыландырады, акционерлік қоғам, коммерциялық емес акционерлік қоғам. Жоғынан бар жақсы. Мен ол қорды құруға өзім белгілі дәрежеде ықпал еткем. Болашақта сол шеттегі қазақтармен байланыс жасайтын жалғыз тетік сол. Соның құрылтайшылығы деген болады, бір мекеменің қармағында болу керек қой. Сол сыртқы істер министрлігінің қармағында болатын. Соны бір сол көші-қонның айналасында жүрген, осы саясаттың айналасында жүрген үлкен пенсионер бір ақсақалымыз, жасы 70-тен асқан ақсақалымыз, енді соны апарып, соның ықпалымен еңбек министрлігіне өткізгелі жатыр екен. Мен бұған 200% қарсымын. Себебі еңбек министрлігінің шетелде ешқандай байланысы жоқ, алыс жақын шетелдерде. Ал сыртқы істер министрлігінің консулдықтары бар, елшіліктері бар. Сол елшіліктер арқылы, консулдықтар арқылы шеттегі қазақтармен байланыс жасауға толық мүмкіндігі бар еді. Соған байланысты президентке ашық хат жаздым. Сосын мынау қордың қазіргі президенті Абзал Сапарбекұлы деген жігітке сөйлестім. Егер мекемеңді қорғай алмасаң, онда жұмыстан кет дедім. Жігіттік деген шығару керек осында жерде. Қолында бар рычагтар бар, соны істетпей отыр. Мысалы, ол жерде қоғамдық кеңес деген бар, соған шығару керек еді. Баспасөз мәслихатын өткізіп, мынау болмайды деп осыны шығару керек еді. Жоқ, ондайды істемей, әйтеуір хат жаздық, ит қуды, қоян қашты мен отыр. Бұл дұрыс емес. Мен бұл мәселеге тағы да кірісуге тура келді. Кірісеміз. Өйткені отандастар қоры сол сыртқы істер министрлігінің қармағында қалғаны дұрыс. Ол қорды сынаушылар бар, бірақ сынағанда не істейсің? Одан басқа жоқ қой. Қайта біз көмектесуіміз керек. Осындай әңгімелер. Енді бұл уақыттың еншісіндегі әңгімелер, Құдай бұйырса, алдағы жерде ретіне қарай бұл мәселеге тағы да қайталап айтайын, кірісеміз. Мүмкін біздің жазған ашық хатымыз президентке жетіп те қалған шығар. Егер жетіп жатса, ол кісі оны дұрыс түсінеді. Бұл мәселенің алдын алады деп ойлаймын, сенемін. Ол қорға неге сондай қызығып жатыр солар? Оған үкіметтен ақша бөлінеді екен. Былтырғы бір жылдық бюджеті мына үстіміздегі жыл бітіп баратыр ғой, 650 миллион теңге екен. Сол көкейін тесіп баратыр бір үй салғыш көкеміздің Оралмандарға арнап үй салғыш бір көкеміз бар, оның ар жағы белгілі. Сол көкеміздің ықпалымен кетіп баратыр екен. Құдай бұйырса кірісеміз, көрейік. Осы әңгіме. Енді оралып өзіміздің қазақ арманы партиясына келсек, Құдай бұйырса, өткенде де айттым, партия құрудың шарты жеңілдеді, 5000 адамға түсті. Алғашқы бастамашыл топ 700 адамға түсті. Сол 700 адам Құдай бұйырса жиналып болып қалды. Соны реттеп, жігіттер қағазға дұрыстап түсіріп жатыр. Бізде қағаздарын, қажетті құжаттарды дайындап жатырмыз. Болған күні апарып әділет министрлігіне өткіземіз. Егер Құдай бұйырып, Алла қолдап, әділет министрлігі сол біздің алғашқы өтінішімізді қабылдап алса, арғарай партия құрылады деп есептей беріңіздер. Мүмкін енді 1-2 жыл қайтаратын да шығар. Оны да көрейік. Енді біз бірінші рет жасап жатырмыз ғой. Қателіктер кетуі мүмкін.
құжат жию мәселесінде. Сондықтан мен мынау осымен айланысып жатқан жігіттерге алғыстан басқа айтарым жоқ. Жаңағы Қасиет Зұлқаршынұлы, Мұқият, бастап Нұргүл, және қайсы анау Зайсандағы Мұрал, енді қай бірін атын айтайын, 30-дай жігіт осымен айланысып жатыр. Бұл жақта Темірбек деген жігіт бар. Бәрі сол ұлттың қамы. Біз істемесек ешкім істеп бермейді бұны. Сондықтан айналайындар, сіздерге көп-көп рахмет. Мүмкіндіктің барынша осы құжатты таза, мүлтіксіз жисақ қолды. Қағаз таратып берді ғой граффаларын. Соны бір жинап алсақ, сосын ары қарай 5000 адам жию деген оншақ қиын емес. Қолдаған халықта есеп жоқ. Партияны қолдап мүше боламыз деп жатқан адамда есеп жоқ. 5000 емес, 10.000, 15.000, 20.000 былай да шыққалы тұр. Соған біздің өзіміздің мүмкіндігіміз жетпей жатыр. Солардың алдына барып жиып алуға, аралап жүріп, сол қолды жиып алуға өзіміздің мүмкіндігіміз жетпей жатыр. Сондықтан міне жұмыстан босап, сол жұмыспен арнайы айналысатын боламыз. Істеріңізге сәттілік тілеймін, амандық болсын, жақсылықтар көп болсын. Алла тағала дүниенің барлық қиырында жүрген қандастарымыздың басын қасиетті Қазақстанда қосуды нәсіп етсін. Бүгінгі әңгімеміз осы айналайын. Ұлы көшке мүдделі қауым.